21 ғасыр идеологиялар майданы. Сыртқы күштерге ынтымағы әлсіз елдерді оқ шығармай-ақ жаулап алу оп-оңай. Себебі әлемнен хабар алуға арналған интернет қазір итше таласатын алаңға айналды. Осындай аласапыран кезеңді ұтымды пайдаланып, жәннат тақырыбын жалау қылған псевдо-уағызшылар суырылып алға шықты. Тікелей эфирде жонын күжірейтіп, дүмше догмаларын тықпалайды. Ұлттық құндылықтарға шабуыл жасап, діни алауыздықты қоздырады. Фейк жаңалықпен саяси, әлеуметтік және діни ахуалдың температурасын аспандатады. Бірді-бірге шағыстырып, сеңдей соғыстыру арқылы қоғамның бірлігін бұзады. Буквализм идеясын қолдағандарды жұмақпен қуантып, қарсы келгендерін тозақпен қорқытады. Әлеуметтік желдегі әумесер әулиелер ерік берсе, шайпау тілмен-ақ шаңырақты шайқап тастау қазір. Мұндай арандатушылар мүдделі күштердің көзі түскен елді іштен әрітуге арналған қол шоқпары. Оларды азғантай тобырға көсеметеді. Жалған ұранын сайлап береді. Арғарай көздеген жердің табиғи ресурстарына иелік етудің жоспарына кіріседі. Әрбір әңгімесін пісімләмен бастап, соңын сайдани насихатына бұратын бұлардың пиғылдарына тереңнен үңіліп, сын көзбен қарай білген абзал. Біздің елімізде ресми тіркелген діни бірлестік ғибадатханаларында жұмыс істейтін арнайы мамандардың ғана уағыз насихат айтуына заң бойынша рұқсат етіледі. Ал тіркелмеген көрінген көк аттының насихаты заңсыздық. Интернеттен кімді тыңдап отырсың? Соған назар аудар. Бұл ертеңгі күні сенің аяғыңды шалыс баспауыңа септігін тигізеді.